Ақылды келіншек. Баяғы заманда бір ауылда жасы келген кемпір шал тұрыпты. Оның жар дегенде жалғыз ұлы, ай мен күндей сұлу келіні, бір немересі болыпты. Бір күні қариялардың жалғыз ұлы жазылмас ауруға шалдығып, ақыры жастай дүние салыпты. Бір күні жесір қалған жас сұлу келіншекке көзі түскен сол ауылдағы бай әрі болыс қасына нөкерлерін ертіп, әлгі кемпір шалдың үйіне келеді. Келіннің қайнатасы мен қайненесі болысқа бір ақсарбас қой сойып, оны қонақ етіпті. Мал сойылып жатқанда қайненесі ошақ басында жүрген келініне: "Келінжан, мына болыс тегін келмепті. Сені тоқалды қалсам деп атаң екеумізге сөз салып отыр. Атаң екеуміз жұмған аузымызды аша алмай, болыстың беделінен жасқанып, не айтарымызды білмей отырмыз", дейді. Сонда жас келіні: "Апа, еш алаңдамаңыз. Болыс ел басқарып отырған есті ұлық қой. Ұлықтың айтқаны ұлы заң. Ұлық та халықтың сөзін тыңдайды. Ас жегеннің аузы жұмсақ болады. Болысқа тартатын асты мен дайындайын. Сіздер жай әңгімелесіп, еш нәрсенің қылпын білдірмей отыра беріңіздер. Қонақ кәдемен ас сыйынан кейін ол мәселе өз шешімін табатын болады", депті. Келіннің айтуы бойынша кемпір шал қонақтармен әңгімелесіп отыра беріпті. Бір уақытта ет тепседі. Келін астау толы етті қонақтардың алдына келіп, ақ дастарханға қойып, далада жүрген ұлын шақырып: "Болыс атаңнан бата сұра", депті. Таңдайы тақылдап тұрған 4-5 жастағы ұл бала: "Ұлық ата, адаласқа берші бата. Сіз келдіңіз-ау пайғамбар жасқа. Сіз салған жолмен халық жүрсін, кетпесін бұл өмірде ешбір қате", деп бата сұрапты. Астауға салынған кәделі жіліктерді көзінің қырымен бір шалып өткен болыс астаудағы асқа бір қарап, келінге бір қарап: "Ішпес жерде су бар, жемес жерде ас бар. Астау толды аста, ақыл жетпес сыр бар. Жұмбағын шеше алмас, бір жұмақ шың бар", деп астан ауызда тиместен нөкерлерін ертіп, райынан қайтып, үн-түнсіз бетін сипап, аттанып кеткен екен. Бұл жұмбақ табақ деп аталады. Оны болыс пен келін ғана түсінеді. Қалғандары аң-таң болып жұмбақты шеше алмайды. Ауылдан алыстаған соң болыстың нөкерлерінің бірі: "Болыс, сіз астан дауыс тимей, не жауап қатпай, келінді тоқалдық қалу райынан қайтып қалдыңыз? Біз түк түсіне алмай қалдық", дейді. Сонда болыс: "Мына елдің болысы мен емес, жас болса да, әйел болса да нағыз ел басқаратын нағыз дана, ақылды жан сол екен", деп терең оймен күрсініпті. Тағы да әлгі жағымпаз нөкер: "Ой болыс-ау, әйелдің шашы ұзын, ақылы шолақ, өзі де ақмақтау көрінеді. Бір қойдың бар кәделі жіліктерін астауға толтыра бір-ақ тартыпты ғой. Онда тұрған не бар? Етке тойып алып, жас сұлуды қойынға салу керек еді", деп жымыңдапты. Сонда қабағы қатулы болыс: "Ей ақымақ, ақылың тамағыңнан аспайтын қу сорлысың ғой. Ол табақ табақ емес, ол маған берген жауап. Оның мәнін біліп ал", деп бір тыныстап алған болыс ат үстінде алдына тартылған бір астау еттің мән мағынасын былай түсіндіріпті: "Ол келін емес керім екен. Астауға жетім арқа салыпты. Ол күйеуім кетіп жесір қалдым дегені. Бұлшық еті жоқ, асық жілік салыпты. Ол сүйеніші жоқ, ұлым жетім қалды дегені. Қойдың жарты жүрегін салыпты. Ол жүрегім жарты, көңілім орта дегені. Бауыр салыпты. Ол туыстарым күйеуге шыққанымды қаламайды дегені. Қойдың тілі мен жағын кескілеп салыпты. Ол сізбен тіл табыса алмаймын дегені. Сынған еті аздау ортаң жілік салыпты. Ол азаматымыздан айырылып, қаралы болып отырмыз дегені. Еттің жартысы кесілген кәрі жілікпен, құйқасының жартысы жоқ бас салыпты. Ол қарт қайнатам мен қайнатам бар. Оларды тастап кете алмаймын дегені. Жалғыз тал қара қабырға салыпты. Ол қатыныңмен кеңес дегені. Талақты 3 бөліп салыпты. Ол қатыныңды талақ етіп, басыңды босатып кел дегені. Ет аршылған жауырын салыпты.
Ол, ақылың болса, осы ауыртпалықтарды көтере аласың ба дегені. Құйшақ пен тоқпан-жілік салып, оның үстіне құйрық маймен басып қойыпты. Ол, біздей қойшы, құлды майдай жұмсақ сезініп шынай отбасымызбен қабылдай аласың ба дегені. Оның қасына қос бүйректің біреуін жарып, біреуін бүтін күйінше қойыпты. Ол, бүйрегің бітеу, қуатың күшті ме, жоқ, жарты бүйректей әлсізсің бе дегені. Міне, біздің хәл осылай. Ал сіздің хәл қалай? Деп сұрағаны. Жарты шикі піскен өкпе салыпты. Ол, ісің шикі болса, маған өкпелеме дегені. Мен оның ақылы мен арына қол қойып үнсіз, тілсіз кеттім. Атам қазақ. Білгенің 1-9, білмегенің 99. Көп білсең де көптен артық білмейсің. Білгенің көбейген сайын білмейтініңнің одан да көп екенін түсінетін боласың деп тек айтпаған ғой. Деп болсың әңгімесін тамамдап, алға қарай желе жорта жөнеліпті.